сыныптарға шақырамыз бала. Бір-бірлеріңізге қарамақсыз тұруыңызды сұраймын. Тұрыңыздар. Бір-біріні жүгірді алып, тұра қалыңыздар. Жақсы. Енді қазір балалар біз сіздерге түрлі елдерде қалай амандасады екен сол бойынша қазір жаттығу жасаймыз. Енді тыңдаңыздар. Қазақтар қолмен амандасады. Жақсы. Бразилияда құшақтасады. Керемет. Италияда иығынан қағады. Зимбабведа арқанмен амандасады. Никарагвада шынтақпен амандасады. Керемет. Австралияда шапалақ ұрып амандасады. Жақсы балалар. Кәнеке енді өздерінің орныңызға барыңыздар. Сіздерге бүгінгі сабаққа мен сәттілік тілеймін. Барлығы ойдағыдай болсын. Ал енді балалар, барлығымыз міне мына тақтаға назар аударайық. Сіздер қандай сурет көріп жүрсіздер? Кімдерді көріп тұрсыздар? Мен суретте батырларды көріп тұрмын. Жақсы. Жақсы, бұл батырлардың суреті дұрыс айтасыздар. Енді соның ішінде бүгін балалар сіздермен жаңа Керқұла атты Кендебай деген батырмен танысамыз. Керқұла атты Кендебай ертегісі бізге осы Кендебай батырға арналған. Енді қазір сіздер мына тақтаға мен Керқұла атты Кендебай деген атауын сөйлеп қоямын. Осы атауға сіздер ассоциация жасайсыз. Кәнеке? Айтсам болады ма? Аружан. Керқұла атты Кендебай батыр. Батыр, келіп жазып өтесіз. Медет. Елінің қорғаушысы. Керемет. Жазып. Алин. Ержүрек. Ержүрек жақсы. Так, тағы да қандай әжелер? Мықты, алшақты, мейірімді, жақсы, ақылды, батыл, ержүрек, еліне адал. Так, еліне адал бар жазайын. Шыншыл болысы дейсіз. Қандай? Сенімді? Жақсы, керемет. Сонда балалар осы Керқұла Кендебайдың негізіне бізге қаншама көп сөз келеді көреді. Тағы да кәдімгі бірнеше сөз келеді. Сен жаңа жүріп айта алмайсың. Қандай? Жақсы. Жақсы, осы сөз мұнда жеткілікті жазуға, айында алшы. Елдің ерлігі қорғаушысы. Елдің ерлігін Елінің сыйлы азаматы. Елінің сыйлы азаматы. Елінің қорғаншысы. Елінің қорғаншысы. Жақсы бала барлығы жазылды. Енді сіздер көбіне ауызша айтыңыздар. Рахмет. Ал енді қазір балалар сіздерге мынадай тапсырма. Алдарыңызда оқулық жатыр. Сол оқулыққа назар аударыңыздар. Осы Керқұла атты Кендебайға байланысты сіздерге ертегі берілген. Соны қазір бірнеше минуттың ішінде оқып шығыңыз. Жақсы балалар, енді сіздерге келесі тапсырманы орындамас бұрын мен сіздерге екі бір терминмен таныстырайын деп отырмын. Біреуі сюжет деп аталады, біреуі фабула.
Сюжет дегенimiz балалар, бұл шығарманың сюжеті, яғни француз тілінен деген сөз зат деген мағынаны білдіреді. Ол яғни шығармада баяндалатын оқиғалар не болады? Оқиғалар тізбегі. Яғни бірінен бір оқиғадан кейін қандай оқиға, сосын тағы да қандай оқиға келеді, сол тізбекке келеді оқиғалар жүйесі. Түсінікті ғой? Бұл сюжет болады. Ал екінші фабула деген сол шығарманың фабуласы бізге шығармадағы тұтас оқиғалар мазмұны қысқаша баяндау. Яғни сіздер шығарманы оқисыздар, ал қысқаша мазмұндауды не дейміз біз соны фабула дейміз. Түсінікті ғой? Енді қазір біз сюжет бойынша сіздермен тапсырма алудамыз. Алдарыңызға өздеріңізге мен карточка берген едім. Сол қима қағаздардан сіздер көріп қарасаңыздар, осы ертегіні оқиға желістер бөлінді. Енді бірақ та олар жүйесіз орналасқан, сіздер оның еді табу керексіз. Ал кәдімгі орындарыңыздар тапсырманы. Балалар болдық па? Жақсы. Енді қазір біз сіздермен осы қалай белгіледік, қима қағазды соны не істейміз? Мына жерге салдырамыз. Қане ең бірінші бастайды. Қимайды өзіңіз. Ал бірінші реті қандай екен? Қане бірінші ретін оқуға. Бірінші ретте қазанғап деген бір кедей болуы, қазанғап қысқа атып, балық алып күн көруі. Жақсы. Дұрыс па? Келісеміз ба? Иә. Екіншіні қандай реті? Сюжеттің қайсысы болады? Кедейбайын айта ене, күн сәлемісі, алты күнде күлуі, алты күнде жүзуі, алты жылда алып жүріп қалуы. Жақсы. Так, ал енді үшінші ретін табайық. Алина. Күндердің бір күнінде кедейбай анаулап жүруі, оны бағып жүрген бір балаға кездесуі. Келісесіздер ма? Жоқ. Енді қалай? Кедейбайдың көкжалды құйрығынан сай алу бұлғап лақтырып көргені. Жақсы. Келісеміз бе енді? Иә. Дұрыс, иә? Так, төртінші реті қандай екен? Дұрыс па екен? Иә. Келісеміз, иә? Дұрыс осы болады екен. Жания. Дұрыс болды, иә? Жақсы керемет. Алтыншы қане? Алтыншы кедей жолшыбай баланы киемін киіп сүйерді өзі бағып жүріп. Келісеміз бе? Иә. Жақсы. Ал медет? Жетіншісі күндердің күнінде хан екі баласын шақырып алуы, тапсырма беруі. Келісеміз бе? Иә. Бар ма тағы да? Өл ретін таптық. Керемет балалар. Енді барлығымыз өз-өзімізге баға берейік. Барлығымыз шапалатқа. Енді сіздерге келесі шынжырлау әдісі бойынша ертегінің композициялық құрылысына қарай талдаймыз қазір. Мына сіздерге мен мынадай шынжырды не істеймін? Жүйесіз тақтаға іліп қоямын. Қазір біз тақтада көріп тұрғандарымыздай біздің ертегінің композициясы енді шынжырлау әдісі бойынша бірақ та жүйесіз келтірілген, жаңағыдай айтқан болатын. Енді қазір сіздер ертегінің басталуы, ертегінің несін байланысын, сосын қандай мына жерде дамуы, шиеленісі, шарттау шегі бар екен, соны не істейсіздер? Қазір ертегімен қойып шығасыздар. Қанеке, кім бастайды бірінші? Керемет қанша? Дұрыс па балалар? Отырады. Келесі, кел, Алина. Қандай? Байланысымыз бізде
кендебайды келесі оқиға енді әрі қарай немен дамиды екен кәне ағылшын кендебай мен қойшыбай дұрыс па келісеміз жақсы енді дамуын таптық енді қандай шиеленіс болады екен так не деп жарайсыздар барлықтар біледі екен бұл алды оқығаннан ханның балалары болады. Жақсы. Так, келесі енді бізде шарықтау шегі. Немен байланыстыру қандай оқиғамен? Так, бақылып, шарық. Жалғастыра қойып. Қандай оқы. Енді ертегінің шешімі қандай болады екен? Дұрыс, батырдың ері деп сонда ертегіміз не? Аяқталады. Дұрыс айтасыздар. Керемет. Енді барлығымыз қазір не істейміз? Бір-бірімізді бағалайды. Қандай баға қояр едіңіздер? Бас бармақты бұлай бұрасыздар ма? Әлде бұлай ма? Әлде бұлай ма? Қане? Керемет, жақсы. Өте дұрыс шешім. Жақсы. Енді бүгінгі міне оқыған ертегіміз бойынша, Керқуатты ертегі болды, танысты. Енді сіздер не түсіндіңіздер, өздерің қандай әсер алдыңыздар? Мен сіздерге арнайы осы Айдаһар кейіпкері ертегінің кейіпкерін алдым. Осыған байланысты қай мысалы эмоцияға сіздердің бүгінгі алған әсерлеріңіз шақырыңыздар, соған өзіңіздің алған әсерлеріңізді маған сабақ болды. Жақсы. Келесі Арина. Тамаша, маған сабақ жақсы ұнады. Жақсы ұнады? Өте ұнады. Так, Алия. Сенде қандай оқыды? Бұлай қарай. Мен сабақты түсінген сияқтымын. Сонда түсінген сияқтымын десең, қай жерге қандай Айдаһардың басына жақсырасын? Қайсына? Маған, жақсы. Келесі кім? Маған қой, Аружан. Маған бүгін мұғалімнің түсіндірген сөз. Жақсы. Жақсыра ғой, келесі Қалжан. Сюжет фабулы енді білдің? Жақсы, керемет, қайда жасырасың? Так, Жаня. Мен сабақты жақсы түсіндірген. Керемет, ол күнді болады екен отырады. Дана? Бұл сабақ өте қызықты. Қайсына жасырасың? Жасыра қойды. Неде? Көп өлді. Бүгінгі сабақ маған ұнады. Әсіресе ертегіні оқып, жұмыс жасаған. Жақсы, керемет жақсыра ғой. Нұрай, несін көрді? Маған осы сабақ қызық болды. Осы сабақ қызық болды. Жақсы. Жарайды, балалар, бүгін енді қалғандарыңыз мына жерлерге өздеріңіз соны жасырасыз. Жарай ма енді? Ал балалар, бүгінгі алған сіздердің әсерлеріңіз белгілі болды. Барлықтарыңыз міне мынадай деңгейде сабақты ертегіні түсіндіңдер. Соны мен де байқадым. Енді сіздерге осы бүгінгі сабақ бойынша бағалауға келетін болса, барлықтарыңызға 5 деген баға қоямын. Бүгін әсіресе белсенді қатысқан оқушылар сіздер 10 ұпайдан аласыздар.
Келістік пе? Жақсы. Ал енді сабағымыз аяқталды. Тұрамыз. Сау болыңыздар.